Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Қазына Кезет каналына қош келдіңіздер. Біз бүгін Қасқыр мен жігіт туралы ертегінің екінші бөлімін тыңдайтын боламыз. Ендеше құлақ түрейік. Күндіз қасқыр, түнде қасқыр киімін шешіп тастап, қараңғы үйді жарық қылатын сұлу келіншек болып жата береді. Сонымен бай баласы осылайша жата береді. Құрбы-құрдастары, ауыл-аймағы бұл жынданып қасқырдан қатын алып, байдың баласы аң болуға айналды деседі. Құрбы-құрдастары анда-санда күліп, қасқырдың байы деп шақырады. Сондықтан байдың баласы үйінен шықпайтын болады. Бұған қайтсе де 40 күн өткізу керек. 40 күнді өткізгенше шыдап келеді. Бірақ байдың баласы сарғайып әбден жүдеп кетеді. Өзінен өзі қапаланып жүрген ол 40 күнге жеткізбей 37 күнге әйелінің қасқыр көйлегін түнде шешініп жатқан жерде алып, жыртып-жыртып отқа салып жібереді. Әйелі ренжиді. Саған жақсы болмайды, сен енеңнің айтқан шартын орындамадың, дейді. Жігіт, несіне болса да шыдадым, әбден қапа болып өлуге айналдым. Сондықтан мұнан да сол көретін кеселдің өзін көріп алғаным жақсы, дейді. Таң атты. Күндегі мазақтап жүретін байдың баласына елдің бәрі таңырқап, әйелін көргенде талып жығылып жатты. Бай жұртты жиып той қыла бастайды. Жұрттың барлығы таң тамаша. Сөйтіп бірнеше күн той өтеді. Осында пәленше байдың баласы әйел алыпты. Әйелі жаннан асқан сұлу екен десіп, елдің бәрі шулайды. Кейбіреулері қараға лайық емес, қанға лайық кісі екен деп желпіндіреді. Бұл хабарды осы елдің ханы естиді. Хан көрмек болып, қолына қаршыға алып, сол байдың ауылына қарай қаршыға салған болып шығады. Ауылға жақындағанда қаршығасын қоя береді. Қаршыға байдың баласының отауының төбесіне келіп қонады. Хан үйдің сыртында тұрып айғай салады. Ау, үйде кім бар? Мына құсымды әперіп жібер, дейді. Сол дауысты естіп, байдың келіні үйден шыға келгенде, хан аттан құлап талып түседі. Байдың келіні ханды қолтығынан алып аттандырып, хан басыңызбен қарадан шошығаныңыз не? Деп құсты қолына алып беріп қоя береді. Хан әлгі әйелге ғашық болады. Әттең, сол әйелге қалай қосыламын? Осының жөнін тауып, маған сол әйелді алып беретін кісі бар ма екен? Деп еліне жар салады. Сонда бір мыстан кемпір. Мұның жөнін мен тауып алып берем, дейді. Хан бұл кемпірдің қалағанын бермек болады. Кемпір, сіз байдың баласын шақырдыңыз да, оған мынадай әмір беріңіз. Баяғыда пәлендей жердегі көлге әкемнің ат басындай алтыны жоғалған. Соны тауып әкеп бер. Егер таба алмасаң, қайтып келме деңіз. Соны іздеп таба алмай өзі де жоғалады, дейді. Хан байдың баласын шақырып алып әмір етеді. Бай баласы жылап-еңіреп әйеліне келеді. Әйелі, мұның жарасы жеңіл, 3-4 күнге рұқсат сұрап алып кел, дейді. Бай баласы ханнан 3 күн сұрайды. Хан 3 күн рұқсат береді. Қайтып әйеліне келеді. Әйелі, жарайды, әзірше деміңді алып жата бер, дейді. Жігіт жата береді. Әйел күндіз-түні ұйықтамай әшекейлеп алтындап, жібектен неше түрлі гүл жасайды. Гүл қараңғы үйді жарық қылатын өте тамаша болады. Бір күні түнде әйел күйеуін оятып. Осыны алып бар да, сол ханның айтқан көліне қармаққа байлап салда отыр. Оны сол көлдегі балықтың патшасынан басқа балық тістемейді. Балықтың патшасы келіп тістей қалса, сол бойында суырып, судың шетіне шығарып алып, хан айтқан алтынды тауып беруге аузынан уәде ал. Оның уәдесіне де сенбе, қанатын жұлып алып қал, дейді.
Айтқандай суға барып жібек алтын гүлін салып отырып еді, бірнеше балық келсе де тістемеді. Әлдене уақытта үлкен ақ балық жарқылдап келіп, қармақпен қосып гүлді бір-ақ асады. Суырып шетке шығарып алды. Әлгі балық қоя бер деп қатты жалынды. Жігіт жібермеді. Алтынды тауып беруге аузынан уәде алып, қанатын жұлып алып қалды. Зар илеп балықтың патшасы кетті. Балықтың патшасы барысыменен өзіне қараған барлық балықты жинап алып, осында ханның әкесінің ат басындай алтыны жоғалыпты. Сол алтынды қайсысын білесіңдер деп сұрайды балық ханы. Сонда жиналып келген көп балық, бәлен жерде бір 140 жасқа келген бір кәрі балық бар. Сол білмесе, біз білмейміз. Ол бара алмаймын деп жатып алды, дейді. Хан өзінің жендеттеріне бар да алып кел, тез келсін деп әмір береді. Жендеттер келіп, сізді хан шақырады деп еді, әлгі кәрі балық тұрмады. Хан мені не қылады, тұруға халім жоқ деп жата берді. Жендеттер болмай кәрі балықты орнынан сүйреп тұрғызбаса, ат басындай алтын сол кәрі балықтың астында жатыр екен. Балықты тастап, жендеттер алтынды патшаға алып келеді. Балықтың патшасы алтынды судан сыртқа лақтырып, жігіттің өзінің қанатын алады. Сөйтіп, кәрі балық 140 жасағанда сол алтынның буымен жасаған екен. Алтынды алып кеткен соң, кәрі балық өліп қалады. Құрметті оқырмандар, біздің бүгінгі ертегіміздің 2 бөлімі осымен тәмамдалды. Ертегінің келесі бөлімін жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыздар. Және де каналға тіркеліп, лайк басып, жақсы пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Сау сәлеметте болыңыздар.